Бұл видео кофені сүйіп ішетіндерге арналады. Біз ұсынған бұл заттар кофенің дәмін өзгертіп қана қоймайды, сонымен қатар денсаулығыңызға да пайдасын тигізеді. Осылайша кофенің емдік қасиетін де байқайсыз. Баршаңызға сәлем. Пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда кофе жайында және оған қосылған заттардың арқасында кофенің пайдасы қалай өзгеріп, әсер ететін жайында айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар және осы видеоның соңына дейін көріп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көпшілігіміз дәрумен ішуді ұмытамыз, алайда жұмыста кофе ішпей бастамайтынымыз жасырын емес. Егер сіз кофеге осы 6 түрлі дәмді қосатын болсаңыз, бір мезетте бойыңызды сергітесіз, әрі ағзаңызды дәруменмен қамтамасыз етесіз. Кофе көңіл күйіңізді көтереді, ағзаны қуаттандырады, жүректің жұмысын жақсартады, жыныс жолдарын емдейді. Кофе мен даршын жүректің саулығына жауап береді. Даршын дәмді антиоксидант. Оны кулинарлық тағамдарға қосатын білетін боларсыз. Сонымен қатар, бұл қоспаның жүрек пен мидың жұмысын жақсартатын да қасиеті бар екен. Сондай-ақ онкологиялық аурулардың алдын алып, иммундық жүйені белсенді етеді. Ем үшін дайын демделген кофеге шай қасықтың 1/3-дей даршын қосасыз. Бұл кофенің сіздің саулығыңызға тигізер пайдасы орасан. Кофе мен саңырауқұлақ. Жалпы саулығыңызды жақсартады. Кофе мен саңырауқұлақ таңданып тұрғаныңыз белгілі. Саңырауқұлақ қосылған кофе саулығыңызды жақсартуға қабілетті. Саңырауқұлақ вирусқа қарсы ем екенін біле жүріңіз. Сонымен қатар суық тигізуден сақтайды, әрі иммундық жүйені нығайтады. Оған қоса ісік жасушаларының оянбауына септігін тигізеді, және де бауыр, асқазан жолдарының ауруына ем болады. Кофе мен мак. Гормондық жүйені реттейді. Мактың пайдалылығы ежелден белгілі. Ол ағзаның гормонын қалыпқа келтіреді, ұйқысыздықтан арылтады, төсек қатынасын реттейді, әрі жұмысқа қабілеттілікті арттырады. Тәтті түніңіздің тыныштық пен рахатта өткізгіңіз келсе, мак қосылған кофе ішіңіз. Оны дайындау үшін бір шыны кофеге 1 шай қасық мак араластырасыз. Бұл кофені күніне 3 шыны ішуге де болады. Кофе мен куркума ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. Бұқтырылған ет пен балықтың дәмін келтіретін бұл дәмдеуіштің емдік қасиеті де орасан көрінеді. Куркума суыққа қарсы тұратын керемет антиоксидант. Ол бауыр, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады, депрессияны емдейді, әрі көңіліңізді көтеріп, бойыңызды қуаттандырады. Емдік кофені дайындау үшін 1 шыны кофеге татымына қарай кокос майы мен 1 шай қасық куркума араластырасыз. Бәрін блендермен араластырып, ем үшін ішіңіз. Бұл кофе артық салмақтан арылуға да ықпал етеді. Кофе мен зімбір бұлшықеттің ауруын басады. Зімбір керемет антиоксидант және суыққа қарсы күш береді. Егер сіздің көңіліңіз айнып, құсқыңыз келсе, бұлшықетіңіз ауырып бастаса немесе асқазан ішек жолдарының аурулары мазаласа, зімбір қосылған кофе ішіңіз. Бұл емдік сусын холестерин деңгейінде қалпына келтіреді. Емдік қасиеті мол кофені қалай дайындаймыз? Ол үшін зімбірдің тамырын өткіштен өткізесіз. Ұнтақтың 1 шай қасығын 1 шыны кофеге араластырып ішесіз. Ем үшін таңертең ішу керек екенін ескеріңіз. Кофе мен какао депрессияны емдейді. Какао темір элементінің қайнар көзі. Керемет антиоксиданттың қызметін атқаратын какао қан қысымын реттейді, холестерин деңгейін қалпына келтіреді. Сонымен қатар көңіл күйді көтереді, психологиялық жағдайыңызды жақсартып, жүйкені тыныштандырады. Кофені дайындау үшін 1/2 шай қасық какао ұнтағы мен 2 шай қасық ұнтақталған кофені араластырасыз. Оның үстіне 2-3 шай қасық су қосып, мұқият араластырасыз. 1 келкі араласқан қоймалжыңға 1/2 стақан суға араластырып, отқа қоясыз. 1 қайнап шыққан соң, көбігін алып, кесеге құйыңыз. Дайын болған қош иісті кофені ем ретінде ішесіз. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видеомыз осыменен аяқталды. Ақпаратымыз пайдалы болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, кофе жайында өз пікірлеріңіз болса, міндетті түрде жаза кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.